Саламатсыздар ма балдар? Саламатсыздар. Тарих сабағына қош келдіңдер. Отырамыз. Кім жоқ сыныпта? Сыныпта түсінген азым жоқ, ауырымда. Түсінікті, тамаша жарайсыздар. Ал балдар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қазақстан этностар тарихы және тағдыры. Балалар, естеріңде болса, өткен жолы біз сабағымызда осы тура Қазақстанда этностар деген тақырыпты өткенбіз, иә? Этнос дегеніміз не? Этнос дегеніміз ұлт деген сөзді білдіреді. Дұрыс, ел, ұлт деген мағына. Жарайсың, тамаша. Қазақ жерінде қандай өзге ұлт өкілдері бар, және олардың қаншадан астам түрі қазақ жерінде шоғырланған. Кім айтады? Кім айтады? Тағы да Мәдинадан басқа кім айтады? Нұржас? Қазақстанда қанша этнос бар? Тұрамыз? 130-дан астам этнос бар. Жарайсыңдар, тамаша. 130-дан астам этнос бар. Солардың ішінде отыра ғой. Солардың қай Қазақстанның қай жерлерінде шоғырланғанын білеміз ба? Мәдина, қай жерде? Мен орыстарға айтуға болады. Орыстар ол қазақ жеріне ең алғаш келген елдердің бірі, ұлттардың бірі. Ол Көрсетті. Ол орыстар көбіне солтүстік Қазақстанда, Ақмола деген жерлерде, Ақмола жасады, яғни осы Қазақстанның солтүстік бөлігінде өте көп шоғырлар орналасқан орыстар. Тамаша, жарайды. Қазір олар қанша бөлек орналасқан. Тағы да қандай адам, қай мемлекетте білесің, қандай этносты білесің, және олар қайда шоғырланған? Негізі осы этностар бізге ортада тұтынған Кімдер? Украина, татарстан, көптеген ұлт өкілдері, олар бізде солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан, батыс Қазақстан жерінде көптеп шоғырланған болады. Осы Ақмола жерінде украинецтер Тамаша, отыр ғой, тарихтан бөлек тоқталамыз. Қашан келгені, ешкім қазақ жерде олардың көптеп кейін тарихын айтамыз, иә? Ал тағы кімдер? Сәулет сен жа. Ау, тұра ғой. Поляктар. Қазақстанның қай жерлерінде? Оны шоғырланған қазір. Картадан белгілейік. Картадан белгілейміз. Жайық өзені қайда? Жарайды, тамаша, отыр. Қазір оның тарихын жеке айтамыз, иә? Ал Нұржас сен жа. Немістер деген кімдер еді? Тағы да қалай айтамыз? Кімдер? Айтайық. Қазақстан жерде омбы, Петропавл, Семей, Өскемен жерлерінде болмаған. Көрсетеміз қайда? Семей дейді, осы жерлерде. Дұрыс айтасың, тағы да белгілеуіміз керек. Тағы да секретарь кім? Сол жерлерге қоямыз. Жазбай. Уже бұл кімнің қай жер? Мына жер және осы жерде. Өзің қазір айттың ғой, шығыс және орталық Қазақстан. Жоқ, арғы беті. Бұл жерлерге кімдер қоныстанған? Немістер. Отырам. Татарлар. Так, ал Нұрдәулет, Татарлар. Ақмолада, Семейде, Петропавл, көптеген жерде. Жарайды, ал біздіңге картаға қоямыз. Неде? Ақмолада, Семейде, Алматының жанындағы Алматы. Қай жердерге? Белгілер. Болды. Болды ма? Ал Жеңісхан, кімдер? Беларустар ма? Олар қайда орналасты? Тамаша. Ал отырамыз. Балалар, тарихы дейік, осы этностар қазақ жеріне не үшін келді? Бәріміз айтамыз ба? Сәлет? Менің айтайын поляктар қазақ жерінде 18-ші ғасырдың басында Ресей империясына қарсы ұлттық азаттық көтеріліске қатысқандар жер аударып жіберген. Міне, көтеріліске қатысқандар үшін жер аударылды. Қайда келді? қазақ жерде. Бізді Жайық Сібір қазақтарының қатарына зорлықпен алып келіп болды. зорлықпен алып келді. Иә? Олар 1830, 1831, 1863, 1864 жылдарда көтерілістерге қатысқан. Ресей империясына қарсы ұлттар. Қазіргі осы поляктар бар
иә бар. Қазіргі кезде қазақтармен етене жақын өмір сүруде. Жарайсыңдар. Тағы қандай мемлекеттерді, қандай тағы этностар, қайда өмір сүріп жатыр, кімдер? Орыстар туралы айтып айтыңдар. Орыстар ол Қазақстанға басында келгенде Қазақстанға ең алғаш келген этностардың бірі ол орыстар. Орыстар ол алғашында әскери шендер. Алғашында олар әскери шендер болып келді. 1897 жылдан бастап орыстардың саны өте көп болып кетті. Олардың саны 90 мыңнан асып жығылды. Орыстар сол совет үкіметінің кезінде қазақтарға жақсылығымен қатар жамандығы да бірге келген этностардың бірі болды. Бірақ алайда қазір тәуелсіздік алғаннан кейін орыс халықтарының бізге қазақ еліне, қазақ жеріне деген өздерінің көптеген көмектерін тиіп жатыр. Спорт саласынан, мәдениет саласынан, білім саласынан, денсаулық саласынан болса. Жарайсың, тамаша, отырады. Ал тағы Ажар, қандай етнос келді тағы? Осы Қазақстанға келген этностардың тағы бірі ол украиндықтар болды. Украиндықтар бізге 18 ғасырдың екінші жартысынан бастап жартысы қоныстана бастады. Оның негізгі себебі жаңағы ұлт-азаттық қозғалыстар болды. Сосын тағы да украиндықтардың елеулі көп бөлігі 19 ғасырдың 20 ғасырдан бастап келе бастады. Оның себебі жаңағы Ресейдегі шаруалар көтерілісі болған болатын. Сол шаруалар көтерілісіне қатысқандары үшін осы Қазақстанға жер аударылған болды. Және де тағы да айта кететін жайт, украиндықтардың негізгі шаруашылық кәсібі бізде егіншілік болды. Осы егіншіліктің кәдімгі егіншілікпен жақсы айналысқан атақты адам бізде Василий Марченко деген кісі болатын. Ол кісі Ақмола облысының Қима болысына қарасты тұрған болатын. Және де сол 1913 жылы Романов әулетінің билігінің 300-ші жылдығына байланысты жаңағыдай бір үлкен мереке өткен болатын. Сол жерде бір сыйлықты жеңіп алған болатын. Тамаша, жарайсыңдар. Тағы да қандай этностарды білеміз? Қазақ жеріне келген? Кім? Жеңісхан? Бұлар кімдер? Беларустар. Қазақстан аумағына Беларусиядан 1860-1864 жылдары Калиновский бастаған көтеріліс қатыгездіктен келді. Дұрыс айтасың. Сонда олар өздерінің елдерінде жасаған көтерілістері үшін жазалы түрде қазақ жеріне жер аударып келді. Солай ма? Солай. Қазіргі кезде осы беларустардың қазаққа қандай үлестері бар? Не үйретті? Қандай жақсылығымен келді бізге? Не айта аласың осы хақта? Не істей алды олар? Қолдарына не келді? Беларустар? Баға айтып. Беларус деген трактор жағы көптеген өндірісте қолданылатын. Ауыл шаруашылығына үлестерін қосты ма сонда? Міне дұрыс айтасың, өте көп қосты. Ал Нұрдәулет, сен татарлар туралы не айтасың? Қашан келді олар? Не үшін келді? 18-19 Тұрамыз. 18-19 ғасырда келген олар 18-19 1897 жылы келген. Олар 56 мыңға жуық адам келген ғой татардан. Олардың қазір саны көп емес па? Қазақ жерінде өмір сүрген татарлардың сандары жетеуі болады. Тағы да Нұржас, сен кімдер туралы айтып кетті? Немістер туралы. Немістер Қазақстанға тұңғыш рет 18 ғасыр Әңгімені қоямыз. қатарында келді. Әскери құрам қатарында келді ме негізінде? Тағы да олар осы бүйтеді. Мысалы бізде тарихта бүйтіп айтылады. Немістер шоғырланған аудандар, аумақтар бай, кәдімгі үлкен неде қызмет ететін, жақсы, олар жұмыстар жақсы болды дейді. Неге? Неге? олар жұмыс істеді, Қазақстанға үлестерін қосты, өздері мұғалім болды, саукенің дәрігерлер, мұғалімдер, саукенің арасында жұмысқа тұрып, жағдайлар жақсы болды. Жарайды, тамаша, отырамын. Балалар, әрине бұл қазақ жеріне келген, өзге осы этностардың барлығы қазақ жеріне жер аударылғандықтан келген болатын. Оның басым көпшілігі 1800 жылдар болатын. Қай ғасыр? 18-19
қай ғасыр? Біз 19 ғасырлар болатын, иә. Өйткені осы кездерде өз елдерінде жасалған көптеген көтерілістердің арқасында осы жерлерге қоныс аударып келген болатын. Қазақтар оларды қалай қабылдады деп ойлайсыңдар, Жинас? Қазақтар осы өзге этностар қалай қабылдады? Тек қуды ма? Жинас, сен қалай түсінесің? қалай қабылдады? Ол біздің біріншіден еліміздің халқының көбеюіне алып келді. Халық саны көбейді, сол жағынан бізге. Жоқ, қалай ең бірінші келген сол бізге ұлт өкілдері келді. Қалай қабылдады? Қуды ма олар? Жоқ, қуған жоқ, құшақ жая қарсы алды. Мысалы, елбасымыздың менің балалық шағым Аспан киносын көрдіңдер ме? Сонда елбасымыздың үйіне бір өзге ұлт өкілдері келді ғой этнос. Не істеді сол кез оларға? Үйіне тұрғызды, тамақ берді, көмектесті, иә? Солай емес пе? Бірақ балаларына жарайды. Енді бұл тарихы, бізге келген тарихын білдік, иә? Ал қазіргі кезде тағдыры қандай олар? Қазақстандағы өзге этностардың тағдыры қандай қазір? Қазақтармен бірінші қалыпты. Кім сен болсаң қалай түсінесің? Олар өздері Орнымыздан тұрамыз, қазіргі өзге ұлт өкілдерінің тағдыры қандай қазіргі жағдайда? Қалай айтар едің? Мысалы, Надика Опин туралы, Денис Тен, мысалы, иә? Қалай түсінесің сен? Кәдімгі сіңіп айтуға болады, солай емес па? Олар кәдімгі қазақтардың азаматтығын алып, қазақтармен бірдей қазақ болып кеткен. Теңдер. Олар қазақтың мысалы орыстар, сосын корейлерде қазақ басқа спортшылар, сондай спортшылар қазақтардың аттарын әлемге танытып жүр. Жарайсың, Нұржас, не айтасың? Олар үйренісіп кеткен осы жағынан. Дұрыс айтасың. Бізге қазір Қазақстанымыздың дамуына үлкен үлестер бар ма? Үлестер бар, медалдар олимпиададан алынып жатқан. Жарайсың, тағы да. Мысалы, атақты дәрігерлер бар ма өзге ұлт өкілдері? Бар. Министр бар ма? Депутаттар бар ма? Әкімдер бар ма? Мұғалімдер ше? Міне бізде түрлі маман иелері өзге этностар бар. Қазақстанда бір атаның балаларындай сіңіп өмір сүрді. Жарайсың, тамаша. Балалар, бұл тақырыпта егер де білген жағдайда мен қазір сендерге біздің негізгі сабағымыздың мақсатының өзі осы өзге Қазақстандағы өзге ұлттардың тарихы тағдырына шағын зерттеу жасау еді, иә? Сол зерттеуде біз олардың қандай екенін, қазіргі тағдыры қалай екенін білу үшін мен сендерге қазір екі топқа екі әдіс тәсіл арқылы түсіндіріп Так, мәңгілік свод әдісі. Свод әдісін білеміз ба? Күшті жақтары, әлсіз жақтары, мүмкіндіктері және қалып қатерлісін талдаймыз, иә? Топпен бірге жұмыс жасаймыз. Солай ғой? Бір-бірімізге екінші нұрмы жолға кейстади әдісі. Кейстади әдісінде шағын зерттеу жасаймыз. Топпен бірге қазіргі олардың сендер бір ұлт өкілдеріне кейстади әдіс арқылы зерттеу жұмысын жасайсыңдар. Онда өздерің бір этносы өздерің таңдап алсаңдар болады. Жарай ма? Ручка. Клей. Сендер свод әдісі бойынша өзге этностардың, жалпы этностардың күшті жақтары, әлсіз жақтары, мүмкіндіктері толықпен жазамыз. Топпен жұмыс жасаймыз, бөліп аламыз, жазамыз. Бөліп алыңдар, жазамыз. Балалар, сендерге 2 минут уақыт беріледі. 2 минут уақыт беріледі. Кей стадия несі арқылы шағын зерттеу, иә?
болғанша мәңгілік ел. Кішкене ортаға шығамыз ба? Түсіндірсек, иә? Мына қолымыз бар. Указкаңыз. Көппен қоя барлығымыз бірге. Мына жерге өзге ұлт өкілдері қазақ жеріне келуінің өзге ұлт өкілдері қазақ жеріне келуінің жақсы жақтары. Халық саны көбейді. Өзге ұлт өкілдері жайлы көп білдік. Олардың мәдениеті және өнерлерін білдік. Өз мәзірімізге көптеген тағамдарды қостық. Дұрыс айтады. Өз мәзірімізге көптеген тағамдар қостық. Тамаша. Ал бізге келгендегі әлсіз жақтары. Әлсіз жақтары. Тіліміздің бұрмаланып, қазақ қыз жігіттері өз тілдерін ұмытып бара жатқандығы. Тіптен салт дәстүрлерімізді де ұмытып бара жатырмыз. Басқа жаққа еліктеушілік пайда болып, өзге ұлттарға еліктеушілікпен өзіміздің салт дәстүрлерімізді ұмытып бара жатырмыз. Үлкен проблема айдап тұр, иә? Дұрыс айтасың. Қазақ жерінде өзге ұлт өкілдерінің мүмкіндіктері, қазақ жерінде мүмкіндіктері ме? Жарайды, аға. Олардың әр 10 депутаттың 10-шысы өзге ұлт өкілдерінен сайлана алатын болды. Осы ауылдарда, кішігірім ауылдарда әкімдер де сайлана алатын болды. Тіпті министрлерге де сайлана алатын болды. Сонда өзіміздің қазақтың азаматтары сияқты қызмет ете ала ма? Мүмкіндіктері өте жоғары, иә? Дұрыс айтасыңдар. Ал Нұрдәулетке указын берейікші. Ал қауіпті жақтар дейді. Сонда өзге ұлт өкілдерінің қазақ жеріне келуі қауіпті ме екен? Бар ма екен қауіпі? Қандай қауіп бар? Қазақтардың нелері, ұлттарының азаюы. Солай ма? Қазақ ұлты азайып бара жатыр ма? Емес. Олар болашақта көп болып келуде. Қауіптері бар. Дұрыс айтады. Қазақ халқының жойылып кету қаупі. Өзіміз орыстанып бара жатырмыз десек. Тіліміздің бұрмалануы. Дұрыс айтасың. Ол да қауіп. Содан кейін Салт дәстүріміздің ұмытылуы. Дұрыс. Содан кейін мына қазақтың түр-түсінің өзгеруіне қаупі бар ма? Неге? Мысалы, орыстың қызын алса қазақ жігіт, балалары қазақилықты жойып, түрлері басқа жабылып кетуі мүмкін. Сонда ол біздің қауіпке жата ма? Қазақ тілін білетін адамның саны көп деп те айта алмаймыз. Азайып бара жатыр десек те болады. Сонда балалар этностың қазақ жеріне келуінің жақсы жақтары да бар екен, жаман жақтары да бар екен, мүмкіндіктері де бар екенін айта кеттіңдер ме? Қандай әдіс арқылы? Суыт әдісі арқылы. Жарайды. Тамаша. Тамаша. Ажар, өзіңнің тобында кім қандай саған көмек көрсетті? Бағалап отырамыз, жарай ма? Бағалау парағы бар ғой? Тамаша. Ал Нұргүл болып келеміз. Қолда өткізіп табам. Сендерге кейстадия әдіс бойынша бір ғана этносқа зерттеу жасаймыз деді. Ал. Біз кейстадия әдісін алдық. Кейстадия деген сөздің мағынасы бірлесу, зерттеу жүргізу деген мағынаны білдіреді. Біз кейстадия деген әдісті алдық. Кейстадия деген ұғымның өзі бірлесу, зерттеу деген мағынаны білдіреді. Біріншісі біз зерттеуге алған этносымыздың бірі орыстар, яғни орыс халқын алдық. Қазақстанда қазіргі таңда өмір сүріп жатқан этностардың бірі ол орыстар. Орыс халқы қазақ жеріне 1897 жылы келе бастаған. Сол жылдан бастап 1897 жылдан бастап санағанда олардың саны 90 мыңға жеткен. Орыс халқы алғаш шекара қызметтері арқылы қазақ еліне кіре бастады. Яғни ол қазақ жеріне шекара арқылы дегеніміз ол қамалдар соғылды ғой сол заманда. Сол қамалдарды қорғау ретінде орыстар көрді. Спорт саласы, білім саласы, мәдениет саласында орыс елінің азаматтары қазақ елінің атынан шыға бастады. Спортшылары, тіпті олардың ол қыздары өздерін қазақ елінің балаларымыз деп те атады. Дұрыс айтасың. Орыс халық азаматтары қазіргі таңда қазақ елінің көптеген үлестерін қосып жатыр. Дұрыс айтасыңдар.
қазақ елінің бауырмашылығы соншалық, қазақ елінің бауырмашылығы соншалық, олар еш жамандыққа қарамастан барлық орыс халқының азаматтарын бауырларына басты. Сол жаңағы спорт саласында дедік қой, спорт саласында өте көп үлестер қосып жүрген біздің өзіміз танитын спортшылардың бірі Илья Ильяный ауыр-атлет шығатын, Ольга Рыпакова, ол кісі жеңіл атлетикамен айналысады, және Геннадий Головкин, ол кісі әкем орыс, шешем кәріс, өзім қазақпын деп жүрген спортшылардың бірі. Ең соңынан қорытындылайтын сөзіміз, қазақ елі ол бауырмал, жаны ашитын халықтардың бірі. Тамаша, жарайсыздар. Қош келесіз, отырамыз. Мәдина өзінің бағалау парағын тұрып, сол жерде орында кім қандай не істеді, соны бағалап отырамыз. Балдар, барлық жасы, кейстади әдісінде жақсы түсінгесіңдер, сот әдісімен де жақсы жұмыс жасадыңдар. Мәңгілік ел тобы, енді ол жерде бағамызды өзіміз қойып отырамыз. Балдар, енді бүгінгі біздің сабағымызда қорытындылай келе, бүгінгі біздің сабағымызда не білдім деп ойлайсыңдар? Кері байлар жасайықшы. Не білдіңдер? Ұлттар туралы. Ал? Дұрыс айтасыз, ұлттардың тарихы туралы тағы да не білдіңдер? Ал, Мәдина? Кейс, стадий, свод деген әдістердің қандай жаман жақтарын, жақсы жақтарын сол арқылы сабақталда үйрендік. Тамаша, тағы да не үйрендіңдер? Динас? Біздің елімізге өзге ұлт өкілдерінің келуімен жақсы жақтарын, әлсіз тұстарын, қауіпті тұстарын білдік. Тамаша, Сәулет? Өзге ұлт өкілдерінің не себептен, қай кездерде, қай жылдары, қай ғасырда келгендерін. Жарайсың, тамаша. Ал енді бүгінгі сабақ барысында қиындық кездескен сұрақтар болды ма? Жоқ. Не қиын болды? Нұрдәулет, болды ма қиын? Өзіңе бір ұнамай қалған, не болмаса қиын болып, қиындық тудырған мәселелер болды ма? Егер олай болса, егер де бүгінгі сабақтың барысында болашаққа қандай сендерге сұрақ туындайтын еді? Тағы да қандай өздерінің іштерінде, тағы қандай сұрақ болар еді? Бүгін тақырыпқа байланысты. Егер солай айналып келген басқа ұлт өкілдері біздің қазақ еліне келмегенде, өз елдеріне қарағанда олар әр ұлт өзінің діні мен ділін ұстанып, қазақ халқы қазақ қалпында қала береді деген. Дұрыс айтасың, баяғы қазақи қалпымызда, болмысымызда бола ма деген проблема бар, тағы да енді өзге ұлт өкілдерінің келуіндегі мақсаты да, олардың жақсы жақтары да бар, жаман жақтары да. Қазір бізбен қатарласып өсіп өніп жатыр ма? Олар Қазақстанға келгенде егін егу жағын үйретті. Дұрыс айтасың. Қазақтар мал басып, сол малдан басқа егін түрлерін білмейтін. Өзге ұлт өкілдері келгеннен кейін егін егуді, тағы да басқа нелерін үйретті. Тамаша, жарайсың. Болгариядан келген халықтардың арқасында біз болгар деген перістің бар екенін білдік. Міне дұрыс айтасыздар, өзіміз күнделікті қолданып жүрміз, көп нәрселерді өзге ұлт өкілдерінен біле алдық, жақсы жақтар болса. Бірақ бір проблемасы бізбен бірге өсіп дамуда, оларда бізбен бірге өсіп дамуда. Бірақ та біз оларды бауырымызға басып, біз бір атаның баласындаймыз дегеннен кейін ғана біз бірлікте, татулықта өмір сүріп жатырмыз. Солай ма? Бұл біздің тарихымыздың басты тақырыптарының бірі балалар. Үйге тапсырма, өзіміз осы көп ұлтты этносты мемлекет жайлы эссе жазып берейін. Шағын эссе, жарай ма? Ол жерде сол этностардың тарихы және тағдыры деген тақырып болсын. Солай ма? Олардың қазаққа келе салысымен өз елін тастап келген этностың тағдыры бар. Балалар, егер естеріңде болса, жаңада осы қазақтан Оралман деген кино шыққан. Сол кезде біздің қазақ қандасымыздың анау Ауғанстан жерінде қиналған тарихы жазылған. Мысалы, сондай қандастар, қандастарымыздың өздері өкілдерінде де қиналып жүр. Солай емес па? Елін аңсап жүр. Сол сияқты тағдыры туралы бір әдемі эсселерді жазамыз. Тамаша, сабаққа дайындықтарың жақсы. Ал неге өздерінің бағалау парақтарындағы ажар айтып өтші. Қандай балдар қойдың, ахан? Сенің өте топтағыларың келсе ма? Өзге топ келсе ма? Қане, айтшы ал. Диназа 9 деген бала қойдым. Не үшін?
Аха. Жақсы қатысты ол. Аха. Саған көмектесін, свод әдісіне. Жарайды, тамаша. Ал Жеңісханға мен 7 деген балл қойдым. Неге? Себебі ол сәл кідіріп қалды сабақ айтқанда. Дұрыс айтасың, аха. Нұрдаретте де сол 7 балл. Бала келісті ме бағалармен? Біз Айшарға 10 деген баға қойдық. Біздің топты жақсы басқарып, бізге көрсеткен нәрселер көп. Тамаша, жарайсыздар. Осы бағалары күнделікті кезекке қойылады, жарай ма? Ал нұрлы жол, Мадина не дейсің өзің? Мен өзім тобымда серік болсын, Сәулет Нұржас деген 3 ер азамат бар. Мен оларға жақсы баға қоя алдым. Қарсылас топта көрген шығар, мұғалім сіз де көрген шығарсыз. Кейс стадия деген жұмыс жасаған кезде олар бірікті, өздерінің ойларын анық айтады, картадан еш мүдірмей картада көрсете алды, қай елдің қай жерде жүргендігін. Сол үшін мен барлығына 10 плюс деген баға. Жарайсың, тамаша. Ал топтағыларың келісті ма? Біз Мадина. Жарайсыңдар. Мадинаның бағаларын білмесеңдер? Егер де жарайсың, тамаша. Міне балалар, бүгінгі менің біздің сабағымыз осылай, үй тапсырмасын берді. Мен сендерге ризамын. Болашақта да жақсы азамат осы Қазақстанға үлес қосуларыңа тілектеспін. Сау болыңдар балалар. Бала кеткен бе? Рахмет балалар.